Сәлеметсіздер ме достар, бүгін су құйғыш знагына арналған сәуір айына астрологиялық жұлдызнама жасағым келіп отыр. Достар, көбісі комментарийларда жазыпты, дом деген не, түсінбей жатырмын деп. Ол туралы арнайы видеом бар. Оның бәрін ойластырдым, достар, сіздер дом дегенді түсінбейді-ау деген оймен мен әр 12 домға жеке-жеке тоқталып, қысқаша тоқталған видеом каналда бар. Іздеп тауып алсаңыздар болады. Сол видеоны бір рет қарап жіберіңіздер. Дом деген не екенін, қай дом, қай сфераға жауап беретінін түсініп аласыздар. Өздеріңізге де плюс болады. Менің жаңағы осы астрологиялық жұлдызнамамды түсінетін боласыздар. Енді осы 2023 жылдың ең маңызды айларының бірі бұл 3-ші, 4-ші, 5-ші ай. 3-ші айда алдыңғы айда айтқан болатынмын, ол кезде екі бірдей мощный планеталарымыз ингрессия жасаған болатын. Қалай сіздерде олардың жаңағы өзгерістері сезіліп жатыр ма? Мен өзім енді су құйғыш знагы болғандықтан, Плутон менің өзімнің жаңағы знагыма кіргендіктен менде енді мощный екі жаңалық болды, достар. Өте керемет. Енді осы жақында тағы бір жаңалық, 3-ші жаңалық болады. Мен үшін өте керемет жаңалық бұл. Мен өзімде мысалы уже өзгерістер басталып кетті. Затменияны күтпей-ақ уже өзгерістер болып жатыр. Енді осы айдағы прогнозға тоқталайық. Меркурий планетасы 3-ші сәуір күні 4-ші домдарыңызға кіретін болады, торпақ знагына. Торпақ знагы бізде ақша, адамның материалдық жағдайы, адамның самооценкасы соған жауап береді. Комфортына жауап береді адамның. Жалпы торпақ знагы бізде өте комфортный знактардың бірі. Сондықтан бұл жер 4-ші домда бұл адамның тұратын жері, адамның жаңағы туған жері, адамның семьясы, адамның жаңағы отбасы, адамның әке-шешесіне жауап береді. Сондықтан Меркурий планетасы бойынша бұл жерде сіздерде өзіңіздің семьяңызды бір тұрақты жерге көшіруіңіз мүмкін. Тұрақты сіздің тұратын жеріңіз пайда болуы мүмкін. Тұрақты мүлік алуыңыз мүмкін. Тұрақты жаңағы коммерциялық мүлік алуыңыз мүмкін Меркурий бойынша. Одан кейін жаңағы Меркурий бізде еще бір жақын жерлерге барып келуге жауап береді. Сондықтан осы айда өзіңіздің туған жеріңізге, өскен жеріңізге барып келуіңізге болады, именно семьяңызбен бірге, 4-ші дом бойынша. Және осы кезде солай барсаңыз, сондай жақын жерлерге, өзіңіздің туған жеріңізге өте өзіңізді сондай бір комфортно сезінетін боласыз, өте өзіңізді изобильно сезінетін боласыздар. Одан кейінгі келесі аспект бізде 6-сы күні болады. 6-сы күні полнолуния болады. Бұл полнолуния сіздердің 9-ші домдарыңызда болады. Полнолунияны енді мен әр видеода айтып жүрмін, уже жаттап алған шығарсыздар. Полнолуния кезінде күн планетасы мен ай планетасы бір-біріне қарама-қарсы тұрады. Екі энергетика бір-біріне қарама-қарсы болады. Яғни күн планетасы бұл адамның эгосы болса, ай планетасы адамның поведениясы, адамның іс-қимылы, адамның эмоциясы. Сондықтан екі энергия екі жаққа бөлінгендіктен өте қатты эмоционировать етесіздер. Осы кезде 9-ші домда болғандықтан кішкене сіздерде ішкі тыныштықты, жаңағы душевный покойды қалайтын боласыздар. Және де рухани практикаларды қалауыңыз мүмкін. Осы кездері сіз жаңағы сондай бір жоғары рухани практикаларға көшуіңіз мүмкін. Осы кездері өзіңіздің күйеуіңіздің немесе әйеліңіздің туыстарымен кездесуіңіз мүмкін полнолуния бойынша. Жалпы полнолуния кезінде шешім қабылдаған өте маңызды. Өйткені осы кезде адам бүкіл ситуацияны жаңағыдай ситуацияға төбесінен қарайды, бүкіл жаңағы үтір нүктесіне дейін көретін болады. Адамға осы кезде шешім қабылдау өте қолайлы. Сондықтан полнолуния бізде примерно оның күші 5-сы, 6-сы, 7-сы күні болады. Жалпы бұл полнолуния бізде Таразы знагында болады, ал Таразы знагы бізде өте дипломатичный знактардың бірі. Және егер сіздерде жүріп жатқан қандай да бір сот жұмыстарыңыз болса, осы полнолунияға тура келсе, вообще күшті кезеңді. Өйткені осы кезде сіздердің пайдаңызға шешілуі әбден мүмкін. 9-ші дом бізде енді сот жұмыстарына, жаңағы юридический жұмыстарға жауап береді. Егер қандай да бір юридический жұмыстарыңыз болса, жаңағы үй алам деп жатсаңыз, недвижимость алам, жаңағы бір
коммерциялық недвижимость алам деген бір ойларыңыз болса, сондай жұмыстардың қағаздарын, документтерін осы кезде жасасаңыздар өте қолайлы сіздерге. Одан кейінгі өте бір позитивный аспекттардың бірі бұл 11 сәуір күні болады. Бізде өте позитивный, жаңағы адамға расширение, подарка беретін, экспансия беретін Юпитер планетамыз күн планетасымен екеуі қосылады. Соединение болады, ол екеуі де огненный планета. Бұл соединение тоқты знагында болады. Тоқты знагы да бізде огненный планетаға жатады. Енді бұл соединение сіздердің 3-ші домдарыңызда болады. Жалпы бұл соединение кезінде космостан бізге өте мощный бір энергия бөлінеді, огненный энергия бөлінеді. Яғни сіз бір әрекет етуге активный энергия бөлінеді. Сондықтан бұл энергияны дұрыс бағытқа жұмсау, ол сізге байланысты. Агрессивный жаққа кетіп қалмау керекті, өзіңізге пайдалы жағына, позитивный жаққа жұмсасаңыз өте керемет болады. Енді 3-ші дом болғандықтан бұл жерде 3-ші дом бойынша, және 3-ші дом бізде жұмысқа байланысты бір поездкалар, бір жаққа барып келу, бір қандай да бір құжаттар, өзіңізге мүмкін автомобиль алуыңыз мүмкін осы кезде. Өйткені транспортқа жауап беретін домдардың бірі 3-ші дом. Мүмкін сіз өзіңізді жаңағы автомобильмен, недвижимость емес, мүмкін автомобильмен қуантасыз. Мүмкін сіз оны өзіңіздің сүйіктіңізге алып бересіз, немесе сізге сүйіктіңіз алып береді. Жалпы Юпитер планетасы адамның картасындағы ер адамның силуэті, күн планетасы да ер адамға жауап береді. Одан кейін осы аспект, осы соединение Плутон планетасына квадрат аспектін жасайтын болады, ал Плутон планетасы бізде 1-ші домда тұр. Енді Плутонның 1-ші домда болуы, бұл 1-ші дом жалпы адамның өзі, өзіне жауап береді. Сондықтан бұл жерде сізге сыйлық жасауы мүмкін, басқа адам, күйеуіңіз болсын, әйеліңіз болсын, сізге сыйлық жасауы мүмкін, сізге сондай бір грандиозный сыйлық жасауы мүмкін. Жалпы Юпитер планетасы бізде сыйлыққа жауап береді ғой, өте сондай бір ауқымды сыйлық болуы мүмкін, сізге ұнайтын, сіздің көңіліңізден шығатын. Жалпы асценденті суқұйғыш знагының бас жағында болған адамдар сіздер үшін осы жыл өте маңызды. Мысалы, мен өзім суқұйғыш болғаныммен, бірақ менің асцендентім суқұйғыш емес. Бірақ егер басқа знактағы адамдар болса, именно асценденті суқұйғыш знагының 1-2 градусы болса, сіздер үшін осы жыл өте маңызды. Өйткені мощный Плутон планетамыз сіздердің асценденттарыңызда тұр. Яғни бұл дегеніміз, егер сіздер астрологияны жаңағыдай түсінетін болсаңыздар, өздеріңіздің планеталарыңыздың қай жерде тұрғанын көре алатын, біле алатын болсаңыздар, сіздер үшін өте маңызды. Өйткені Плутон планетасы бұл трансформацияға жауап береді. Сіздерде өте керемет трансформация болады. До и после деген сияқты сондай трансформация болады сіздерде. Сондықтан егер жаңағы өздеріңіздің картаңызды қарайтын болсаңыздар, Плутон планетаның тұрған жеріне міндетті түрде қараңыздар, қай жерде тұр. Одан кейінгі осы айдағы ең маңызды событие бұл бізде күннің тұтылуы. Бұл күннің тұтылуы 20 күні болады бізде, 19-нан 20-сына қараған түні болады. Бұл затмение сіздердің 3-ші домдарыңызда болады, достар. Енді затмение кезінде, затмение вообще не үшін маңызды? Затмение бір процесстерді іске қосады. Мысалы, алдыңғы айда болған 2 планета орнын ауыстырды ғой, сол 2 планетаның орнын ауыстырғанда ешқандай өзгерістерді сезбей жатқан болсаңыздар, осы 20-сынан кейін сезе бастайсыздар. Өйткені осы затмениялар бізде бір сол айдағы болған өзгерістерді қосатын затмение деп айтсақ болады. Соны қосатын бір есік деп айтсақ болады. Жалпы затмение кезінде адамдар бір қараңғы туннельден өткендей болады, бір қараңғы бөлмеден өткендей болады. Затмение бізде 2 аптаға созылады. Бірінші жаңағы осы 20 күні күннің тұтылуы болып, одан кейін 5 мамыр күні айдың тұтылуымен бұл коридор затмение жабылатын болады. Күннің тұтылуы кезінде адамның көзі де тұтылады, адам көп нәрселерді жаңағы немқұрайлы қарауы мүмкін, көп нәрсеге. Осы кезде жаңағыдай бір келіспеймін деген нәрселерге келісіп қою қаупі бар. Сондықтан осы кездері ақылдасуға,
кеңесуге, жалпы шешім қабылдауға болады, бірақ та өзіңіздің жаңағы итоговый шешіміңізді осы затмениядан кейін қабылдағаныңыз абзал. Енді бұл затмения сіздердің үшінші домдарыңызда болады екен. Ал үшінші дом бізде бұл коммуникацияның домы, бұл Меркурийдің домы. Яғни бұл жерде осы жылдан бастап сіздерде бір движение, әрекет басталуы мүмкін. Сіздерде жаңағы көптеген кездесулер, көптеген поездкалар, бір жаққа бару, біреулермен келісу, мүмкін сіз өзіңіздің осы, енді Плутон планетасы бізде 20 жылға кіріп жатыр ғой, су құйғыш знагына. Сіз мүмкін өзіңіздің жаңағы сфера деятельностіңізді бүкіл тамырмен, түбімен ауыстыруыңыз мүмкін. Яғни сіз жаңағы более коммуникация жағына, связь жағына кіруіңіз мүмкін. Журналистика сияқты сондай бір информативный информация беретін, информация тарататын, сондай жазатын копирайтерлар, жаңағы редакция деген сияқты сондай бір басқаша Меркурийдің темасындағы коммуникация, связьбен байланысты. Және суқойғыштар Меркурий планетасы ретро қозғалысқа кіретін болады 21 күні. Сол ретро қозғалыс туралы ұмытпаймыз. Меркурийдің ретро қозғалысы бізде 3 апта уақытқа созылады. Яғни 21 мен 15 мамыр аралығында ретро болады. Жалпы Меркурийдің ретро кезінде адамның кішкене фокусы жоғала бастайды, және де көп нәрселерде задержкалар болады, бір-бірін түсінбей жатады. Жаңағы бір осы кездері документтерге, құжаттарға қол қоймау керек, қандай да бір келісім шарттарға қол қоймаған жөн. Жалпы Меркурий планетасы ретро кезінде біздің жер планетамызға өте жақын орналасады. Сондықтан оның энергиясын біз адамдар жер планетасындағы өте қатты сезетін боламыз. Жалпы достар, осы айдағы планеталардың қозғалысын, жүрісін, аспекттарын өздеріңізге тек жақсы жағынан қолданыңыздар. Оны жақсы жағынан қолдану тек қана сіздерге байланысты, менің айту парызым. Сондықтан тек позитивта болыңыздар, бақытты болыңыздар, бай болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.